Мына жерде бізде таймер қалай қолданамыз, қалай программировать етеміз, сол жайлы ақпараттар болады. Таймердің моделі XYG02 деген, яғни бұл жерде 4 кнопка, 1, 2, 3, 4. Сол жағына санаған кезде стоп, мынау set деген менюға кіреміз, up деген жоғарыға жүреміз, немесе down деген төмен қарай түсеміз. Енді бізге керек программасын қалай настройка жасаймыз. Мысалы, ең бірінші мына стоп деген кнопкамен қызыл индикатор лампочка жанып тұрған кезде таймер бізде істеп тұр, яғни on ағылшынша. Қарасаңыз, off десе, значит өшті. Таймер болды, жұмыс жасамайды. On дедік, яғни таймер жұмысқа кетті. Енді оны программаны қалай енгіземіз? Set деген екінші кнопканы басып тұрамыз 5-6 секунд. Содан кейін жібереміз. P3-2 деген шығады. Яғни именно бізге P3-2 деген керек. Мына цифрлар оң жақтағы up дегенмен жоғары қарай жүрсеңіз болады, немесе down дегенмен төмен қарай түссеңіз болады. Бізге керегі именно P3-2 деген режим керек. Яғни бұл циклический режим болып саналады. Осыған келемізде қайтадан сетті басамыз. OP деген шығады. OP дегеніміз біздің минут, яғни бір жақта қанша минут тұрады, екінші жақта қанша минут тұрады деген сөз. Оны біздер қарасаңыздар көбейтесіз немесе азайтасыз. Біз обычно 3 сағатқа қоямыз. И және де байқасаңыздар, мына жерде 3 точка болады. Бұл 3 точканы мына стоп деген бірінші кнопкамен жылжытамыз. Яғни қарасаңыз, қазір аяқ жағында тұр точка. Бұл 180 секунд болып саналады. Тағы бір қозғаймыз. Ондай кезде мынандай нөлдің алдында тұрды точка. Мына жерде бізде 18 секунд, яғни доли секунды. Тағы да бірлес басамыз. 3 точка болды. 3 точкамыз бізде минут, яғни 180 минут. Керегімізді қойдық. 180 минут. Тағы да бірлес сетті басамыз. CL деген шығады. CL-ді да тура солай 180 қыламыз. Керегімізді. 180 обычно 3 сағат. Сол сияқты және 0 точкаларымызда орнына 3 точка қылып стоппен қозғалтамыз. Келесі сетті тағы бір басамыз. Лоп деген шығады. Лоп деген, яғни цикл задавать етсе болады, қанша рет айландырса болады, я болмаса мынандай 3 сызықша болса, бұл тоқтамайды, айландыра береді. Бесконечно дейді, яғни. Мысалы, қарасаңыз, 10 берсек, 10 рет айланған соң болды, одан кейін айланбай қалады. Сол үшін бізге лоп дегенді именно 3 сызықшаға қоямыз. Түсінікті, тағы да бір жүреміз. OP бізде 183 точка, CL 183 точка. Келесі бізде сохранить етіліп қалды. Қазір қайтадан кірейік. OP 180, CL 180, лоп 3 сызықша. Енді бұны сохранить ету үшін және қалай кірдік, сол сияқты сетті 5-6 секунд басып тұрасыз. Жібересіз. P3-2 деген режим шықты. Жұмыс іске кетті. Мына жерде мынандай жағдай болады. 180 минут, бір 3-4 минуттан кейін өшіп қалатын жағдай болады. Ондай кезде мына стоп деген кнопка бар, бірінші кнопканы. Соны 5-6 секунд басып тұрасыз. P деген шықты. Бұндай кезде біздің цифрамыз өшетін болады. Өшіп қалады, бірақ таймер істеп жатыр негізі. Бірақ цифр спящий режимге кетеді. Ол өшпесін десеңіз, тағы да қайтадан стопты басып тұрасыз 5-6 секунд. Жібересіз, 0D деген шығады. Ондай кезде сіздің цифраңыз өшпейді. Таймеріміз қызыл лампочка жанып тұрған кезде, яғни бұл жұмыста деген сөз. Off өшіп қалды. Сол үшін онға қойасыз, болды. Келесі видеода переворотты қалай тоқтатамыз, яғни таймердің лотокты қалай тоқтатамыз, соны айтамыз. Осы жерде де айтып кетсе де болады, негізі қарап отырсаңыздар. Мына жерде лотогымыз. Оны бір отдельно бір обзор түсірген дос болар. Одан кейін екінші жағдай, мына жерде мынандай болады. Үшінші кнопканы басып тұрсақ, қазір шығам екен, F1, F2 деген шығады.
кей кезде сол F1 F2 деген мына нелерде таймерлерде жоқ екен. Таймерлердің просто прошивкалары әртүрлі болады. Кей кезде айланбай қалатын себептері де содан болады. Басқасына тиіспесеңіз болғаны. Мына жерде лоток. Лотоктың мына жерде квадраты болады, моторы. Моторына сол біздің лотогымыз. Мынандай қарасаңыз, квадраты болады. Лотоктың квадраты именно мына жерде мотор. Мотордың қарасаңыз тесілген жері болады. Бетінде. Сол тесілген жеріне мотор отыру керек квадратқа. Осы жерге прямой жағынан отырады. Негізі сол дұрыс болар. Кейбір кезде лотокта теріс қойып қояды да, сосын переворот істемей қалуы мүмкін. Бүйтіп отырғызасыздар. Лоток отырды. Переворотты бірге бассаңыз, переворот оңға қарай кетті. Мына жерде қызыл лампочка жанып тұрған кезде переворот оң жақта болады. Қызыл лампочка өшкен кезде болғанда ол онда болып тұрады. Включенный, просто лотогымыз мына жақта болады. Мына жерде қызыл лампочка өшкен кезде лотогымыз сол жақта жатады. Мына уақыт біткен соң қайтадан қызыл лампочка жанады, оңға қарай кетеді. Өзінің уақыттарын 180 минут сайын ары бері аударылып тұрады. Енді переворот тоқтатқан кезде, мысалы қызыл лампочка жанып тұрған кезде стопты бассаңыз, солға кеткен кезде лоток. Қазір көрсетеміз. Кеткен кезде, тумблермен ортаға келген кезде тоқтата қоясыз. 0-ға қоя қоясыз. Лоток ортаға келді. Көрсеңіздер. Ровно. Ары қарай кетіп қалды дедік. Сол сияқты қайтадан басасыз, келе жатыр, ортасына келді, тоқтаттыңыз. Я болмаса мына таймерге переворот нетпесе, бағынбаса, онда бізде 220-дан суырасыз да, полный, қайтадан қосасыздар.